Бәріңе сәлем достар. Көпшіліктің сұрауы бойынша перзентханаға арналған сумканы көрсететін болам. Менде алғашқы жүктілік. Жақында Құдай қаласа бөпемізбен кездесеміз. Осындай прозрачный сумка керек. Мынандай пеленка керек одноразовый. Ішінде 5 штугы бар. Мен бұдан 2 алғанмын. Біреуі үйде. Мынау тосылғаннан кейін тосылып жатса, екіншісін алдырам. Одан кейін мынау менде пижама, двойка, халат, яғни халатымен бірге. Мынандай әйелдерге арналған төсеніш. Және де взрослый памперс 2 штук алдым. Мынау бумажный салфетка. Содан соң туалетный бумага. Бұлардан енді бір-бірден алып жатырмын. Егер жетпей қалып жатса, үйден тағы да алдырам. Ватный диск осындай. Және де осындай ватный палочка, яғни құлақ тазалайтын. Сосын мынандай ат не деуші еді? Влажный, міне жазылып тұр екен ғой, влажный туалетный бумага. Бірінші рет алдым, енді қолданып көреміз бұйырса. Одан кейін бөпеге және маған қолдана беруге болатын 0+ дегенін алдым. Мына жақта жазылып тұр, 5 спирта дейді. Осы жарай береді, балаларға арналған. Және де мынандай унитаздың бетіне төсейтін осындай алдым. 10 штугы бар ішінде. Одан кейін бөпеме маған қолдана беруге болатын осындай бепантеннің мазін алдым. Осындай. Осы жақсы деді. Осындай. Одан кейін бөпемізге осындай детский 0+ дегені бар. Сабын алдым, сұйық сабын. Және бөпемізге осындай соска алдым. Нук деген фирманікі, өзінің сыртында осындай қорабы бар. Яғни лас болмайды, жақсы. Одан кейін бөпемізге осындай бутылка алдым, кішкентай. Су береміз бастапқы уақыттарда, енді сол кездерде қолданғанға. Одан кейін интимной гель, осындай фаберликтікі, иісі жақсы, жуынғанға, дәрет алған кезде жуынатын. Одан кейін мен мынандай, яғни көп сүт келуі мүмкін. Сол кезде осындай мақта сияқты төсеніш маталар бар. Осыларды омырауға салуға болады. Мен осындай алдым. Многоразовый бұл. Ішінде 6 штугы бар. Жуып қолдана беруге болады. Одан кейін мына жерде менің носки, іш киімдерім. Яғни емізуге арналған іш киім бар. Сосын мен өзіме бетімді сүртетін сүлгі, таңертең жуынғаннан кейін. Одан кейін осындай ыдыс алдым. Мына жерін басқанда бұлай ашылады. Новый щетка алып қойдым и зубный паста алып қойдым. Және де міндетті түрде бізге осындай сланцы керек. Өйткені лас болуы мүмкін. Андай маталы керек емес. Мата шүберектен тігілген, матадан шүберектен тігілген тапчыкалар керек емес. Мынау тез жуылады, инфекцияға жақсы. Сосын менің ыдыстарым, бұл жерде кружка, кесе, үлкен кесе, яғни сорпа ішсем де, каша салып ішсем де, осындай үлкен кесе алдым. Сосын вилка, қасық,
вилка, үлкен қасық, кішкентай қасық алдым. Сосын мынандай қол орамалға орап алдым. Және де бөпемізге мен осындай бірлік хаггис алдым. Бірлік хаггис 0 деген алған жоқпын. Оның себебі баланы денесіне тырысып, денесін қыштуы мүмкін. Сондықтан алған жоқпын. Оны жаңағы 7 ай, 8 айында ерте туып қалған балалар болады, соларға алады 0 дегенді. Мен әдейі 1 дегенін алдым. Сәл үлкендеуін алу керек негізі. Енді менде мынандай папка. Бұл папканың ішінде менің күйеуіміз екеуміздің осындай заңды неке куәлігіміз бар. Сосын наушнигімді салып қойдым. Зарядкамды баратын күні алам, салып қоям. Сосын обмен карта, яғни жүктіліктің картасы. Сосын мына жерде менде мынандай карточкалар бар ғой. Удостоверением бар. Сол. Және де мынау одеял, яғни алла қаласа қалың одеял. Енді біз бөпеміз көктемде осы наурыз айында өмірге келетін болғаннан кейін осындай жылы одеял алдық. Себебі бала тоңуы мүмкін. Сол үшін осындай алдық. Ал бөпеміздің қазір және де бір үлкен пакет. Қазір күн салқын, мен курткамен барам. Курткамды шешіп өткізем. Сол кезде үйге беріп жерген кезде осы пакетке салам. Сосын ішінде тағы бір салафан бар. Ол салафан етік салып жіберуге, яғни аяқ киім салып жібереміз. Баланы туғаннан кейін, бірден киіндіреді ғой баланы, соған осындай арнайы бөлек салып қойдым. Баланың мінекей мынау жаңағы хаггисі, бұтына кигізетіні, мынау баланы орайтын жылы жаялық, жылы қалыңдауы, және мынау жұқасы жаялықтың, және де баламызға осындай не деуші еді мынаны, ползонки, айта алмай қалдым. Ползонки. Мынаны мен әдейі теріс қаратып қойдым. Себебі мына тігістері балаға батуы мүмкін. Негізі оң жағы мына жақ. Жаңа туған балаға сол батуы мүмкін. Сол үшін мен оны теріс қаратып қойдым. Ал мына жерде үстіне кигізетін ит көйлек дейміз ғой. Ит көйлегі. Мен негізі баланың барлық киімдерін стиралкаға жуып алған болатынмын. Енді бұларды енді магазиннен, базардан алғаннан кейін шаң болады, лас болады. Сол себептен балаға үтіктеп барлығын дайындап қойдық. Жуған кезде мына жеріндегі лентасы сөгіліп кеткен екен. Сосын мен осындай қарапайым жіппен осылай байлайтын жасап қойдым өзім. Осы ит көйлегі, мынандай қолы жабылады. Енді мынау бас киімі. Барлығы бірдей түсті етіп алдым. Одан кейін бұны бала туылғаннан кейін киетін киімдері айттым. Ал енді палатаға шыққаннан кейін баланың киімдері қазір көрсетемін. Ал енді бисмилла. Мынау жұқа жаялық бөпемізге. Мынау қалың жаялық бөпемізге. Содан соң носки. Носкиден менде осындай бір носки, және осындай екінші носки бар. Мынау бөпеміздің қолына киетіні, яғни бетін тырнап тастамас үшін осылай қолына кигізіп қоямыз. Осындай қолға киетіні бар, және де екіншісі бар. Екеуден алдым. Қолға киетін екеу, носки екеу.
Сосын мына жерде қазір осындай слипый дей ма, сондай дейді. Мынандай аяғы жабық, мына жерлері кнопкамен, қолы да жабық, мінекей мына жерге дейін. Осыған мынау парный болады. Сосын бас киімге мына бас киімді кигізетін шығармын. Сосын келесі бізде осындай тағы да слипый дейді ғой. Енді мен онша аттарын біле бермеймін. Бірінші бөпеміз болғаннан кейін. Мінекей осындай табаны жабық. Мына жерде кнопкаларымен өте әдемі. Қолы да жабық. Бұл жылы, яғни жылысы. Мынау да жылы. Қалыңдау. Бұған бас киімі мынау болады. Бас киімі бар. Және де осындай набор. Тағы да мінекей қолы жабық осындай. Бұл да кешіріңіздер. Бұл да ит көйлек баланың. Бұл набор. Бас киімі. Және де осындай ползонки дей ма, не дейді? Ползонки шалбары. Осындай. Бұған мына бас киімді кигізуге болады. Бас киімі бар, бұда мінекей бас киімі бар. Болды, сосын осындай бір бас киім. Және де мен осындай судан 10 штугын алдым. Неге десеңіздер, мынаның аузы соска сияқты. Яғни бұл негізі балаларға арналған су ғой, детский 0,5. Аузы ыңғайлы су ішкенде. Роддомда босанар кезде көп шөлдейді екенбіз. Сол үшін мен осындайдан 10 штугын алдым. Және де бір плиточный бір шоколад алдым. Шоколад холодильникте тұр енді. Оны мына жерге келмедім. Сол видео қызық болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.